Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Мен Абай облысы Көкпекті ауданының білім бөліміне қарасты Жүгілмалшы ауылының Абай атындағы мектеп балабақша кешенінің 10 сынып оқушысы Төкенова Қарақат. Ауылымыздың тумасы, мектебіміздің түлегі, ардақты ағамыз, мақтанышымыз Нұржан Қуантайұлының өлеңдер жинағының ішінде «Қоңыр күз» өлеңіне өзімнің авторлық пікірімді назарларыңызға ұсынамын. Өлеңнің алғашқы жолдарынан ақ, атауынан ақ, ауылымыз алтын бесігіміздің әсем табиғаттың қара өлеңге арқау еткені көрінеді. Табиғаттың сол жылдардағы күзінің түнеріп өткеніне ауған соғысының сипатын байланыстырады. Күңіренген күрсінген күздің ауыр сипаты сол тұстағы бітпейтін күйбең тіршілікпен бастау алады. Кіндігімнің жасқаны тамған жерім ауылым, шабытымның асқары самғаушы едім ауылым. Я, ауыл десенші. Мен өз ауылымды жер жанаты десем де артық етпес. Жұпар иісті қыр гүлі, көкпен бой түзеген жап-жасыл ағаштар, жаңа дауа, таза ауа, мөлдір тұңғиық су, барлығы менің ауылымда бар. Ауыл десе, кіп-кішкентай жүрегіміз кеудемізден шығып кетердей болып тұрамыз. Міне дәл осындай сағынышпен араға қаншама жылдар уақыт салып, қазіргі ардагерлеріміз, кезіндегі Нұржан Қуантайұлының ағалары және де басқа да ауылдастарымыз ауған соғысынан отан қорғап, ел қорғап, ата-анасының үмітін ақтап, отанға, туған жерге, ауылға, ата-анасының ыстық құшағына оралып отыр. Өлең жолдарын оқи келе, осы сарбаздарымыздың көңіліне қаяу түсіретін бір заттың бары бізге де анық болды. Бұл сүйіктілердің махаббаттарына деген опастығы дер едім. Жат елде сүйіктілерінің амандығы үшін солармен көрісуді аңсап өткен жас сарбаздарымыздың сүйіктілері оралғанына қуанудың орнына өзге ер азаматтың соңынан еріп кеткенін біз я дұрыс, я қате деп айта алмаймыз. Өйткені ол кезде заман басқа, адам басқа. Қазіргі менталитет пен бұрынғы менталитетті салыстыру мүлде бөлек. Тіпті сол заманның аса бір асыл тұлғасы, тарихта өшпестей із қалдырған, аты жер жарған Бауыржан Момышұлының 20 жасқа дейін үйленбеген жігіт халықтың қас жауы деген сөзі де бар. Мүмкін сол заманда боз балалардың ерте жаста үйленіп, қыздардың ерте жаста жат жұрттық болып, бір әулеттің келіні ақ жаулықты ана болып отырғаны қалыпты жағдай болғанда шығар. Бірақ та осы сарбаздарымыздың аман-есен сұрапыл соғыстан отанына оралғанына ата-аналары қуанып бөріктерін көкке лақтырып жүргенін өлең жолдарынан байқауға болады. Бұның барлығы, бұл амандықтың, бұл саулықтың, бұл жеңістің барлығы алдымен Алланың, ал екінші ананың ақ батасының арқасында. Бұл жаратқанның анаға берген сыйлы. Ана баласына қандай да бір тілек тілесе, бұл тілегі міндетті түрде орындалатыны барлығымызға мәлім. Және де бұл өлеңде өте айқын түрде жазылған. Демек барша жақсылық атаулан оқ бойы озық тұратын бірден бір ізгі амал, ол ананың жүрегіне қуаныш бөлеу, ананың арманын орындау. Сонымен сағынышын басып үлгермеген ата-аналары балаларын басқа жаққа оқуға жібереді. Ал оларда сол баяғы ошақтың басы бітпейтін күйбең тіршілік, қайталанып жатқан өмір. Немесе Нұржан Қуантайұлының көркем тілімен «Қоңыр күз» басталады. Назар бөліп тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.